Уақытша жұмыссыз жүрген қазақстандықтар үшін мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төлем қарастырылған. Оны тағайындау үшін міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу және жұмыссыз ретінде ресми тіркелу қажет. Бұл төлем жұмысынан шығу себептеріне қарамастан төленеді және жұмыссыз адамды жұмыс іздеп жүрген кезеңде қолдауға арналған. Төлем мөлшері әр адамға жеке есептеледі. Бұл сіздің соңғы 2 жылдағы орташа айлық кірісіңізге және әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліңізге байланысты. Төлем мерзімі 1 айдан 6 айға дейін. Төлемді тағайындауға өтінішті жұмыссыз ретінде тіркелген кезде еңбек және егов.кз порталдарында немесе Мансап орталығында, ал жұмыссыз ретінде тіркелгеннен кейін екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы егов.кз порталында немесе халыққа қызмет көрсету орталығында бере аласыз. Есте сақтау маңызды. Төлемге өтінішті жұмыссыз ретінде тіркелгеннен кейін бастап 12 ай ішінде беруге болады. Сіз үшін қорға төленген әлеуметтік аударымдарды еңбек порталы, екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталығында тексеруге болады. Толық ақпаратты қордың сайтынан немесе әлеуметтік желілерінен біле аласыз.